2026 жылы болашақ стипендиясымен шетелде магистратураға 3 айда қалай түсеміз? Сәлем достым, бүгінгі видеода мен сіздерге осы сұраққа жауап беретін боламын. Қазіргі кезде сіздің басыңызда осы суреттегідей жарылыс болып жатқан шығар. Миыңыз ашып, болашаққа қалай тапсырамын, оқу орнына қалай түсемін, оффер дегеніміз не, мотивационный письмо деп жатқанымыз не, ол рекомендательный письмо деген не, резюмені қалай жазамын деген секілді. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін қарауға мен сізге кеңес беремін. Осы видеоның соңында сізде толық картина қалыптасатын болады. Бүгінгі видеоның жоспары қандай? Бүгінгі видеода мен сіздерге шетелде магистратураға 3 айда қалай түсеміз, соған қажетті құжаттардың барлығын айтып беретін боламын. Болашақтың жеңудің әр этапына тоқталып, оны тез өтуге пошаговый жоспар құрып беретін боламын, және де болашақ бағдарламасын ешкім айта бермейтін формуласымен бөлісемін. Осыдан кейін 90% үміткеріне жіберетін 3 қателігін айтып беремін. Солай арқылы сіз өзіңіздің болашақ стипендиясын жеңудегі ықтималдылығыңызды жоғарылатасыз. Ал осы видеоны соңына дейін көрген адамдарға мен мынандай 2 бонус дайындап қойдым. Бірінші бонус ол болашақтан бөлек әлемдегі 50-ден аса стипендиялардың тізімі жазылған гайд. Одан бөлек сіздерге осы жалпы болашақ бағдарламасы жайлы бөлек гайдты беретін боламын. Және осы бүгінгі күннің презентациясында сіздерге сыйға тартатын боламын. Сондықтан да осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бірақ та кейбір адамдардың түрлері осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қарау керек. Бонустарсыз. Ол қандай адамдар? Ең біріншісі әрине шетелге түсіп, шетелде оқығысы келетін адамдар міндетті түрде соңына дейін қарау керек болады. Және де осы бағдарламаға, осы болашақ бағдарламасымен түсіп, осы халықаралық дипломның иегері болғысы келетін адамдарға соңына дейін қарау керек. Қазіргі кезде өзің жұмысында белгілі бір потолыққа тіреліп, қосымша білім, қосымша қабілетті қажет ететін адамдар міндетті түрде қарау керек. Өзін жалғыз сезінетін адамдар, ортасында ешкім шетелде оқуға түсуге талпынбайтын, жалғызсырап қалай түсемін дейтін адамдар болса, солар қарау керек. Және де өзіне деген сенімділігі жоқ адамдар соңына дейін қарау керек. Бүгінгі видеомен мен сіздің өзіңізге деген сенімділігіңізді арттырып беретін боламын. Енді мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Ержігіт Найдабек. Мен 2024 жылы болашақ стипендиясының иегерімін. Лондондағы Queen Mary университетінде мен магистратураны оқыған болатынмын. Өзім дәрігермін, мамандығым регенеративті медицина, тікелей бағаналық жасушалармен жұмыс жасаймын. Одан бөлек мен адамдарға көмектескенді жақсы көремін. Өзім кезінде алған мүмкіндіктерді қолдануға, басқа адамдарға қолдансын деп, басқа адамдар да қолдансын деп олармен бөліскім келеді. Сол арқылы мен әлемнің топ 10-дығына кіретін, топ 100-дігіне кіретін университеттерге студенттерді дайындап, соларға түсіріп, осы болашақ стипендиясының иегері атанып, оларды қазірдің кезінде оқуларын оқып жатыр. Бүгінгі видеода мен өзімнің сәттіліктерімді айтып, успешті айтып, бір из грязи в князи деп көрсеткім келмейді өзімді. Адамның жасағанын адам жасайды. Сондықтан тек қана экспертный контент болады. Бірақ та экспертный контентке көшпестен бұрын мен осы сұрақты сіздерге қойғым келіп отыр. Болашақ бағдарламасымен оқудағы мақсатыңыз қандай? Неліктен сіз шетелде оқығыңыз келеді? Осыдан шығады. Яғни сіз шетелде тұрғыңыз келе ме? Нақты бір білім немесе зерттеумен айналысқыңыз келе ме? Шетелде оқып, халықаралық дипломның иегері атанғыңыз келе ме? Сол жақта жұмыс жасағыңыз келе ме, немесе эмиграция ма? Осы сұраққа жауап беруіңіз керек. Осы видеоны қазір паузаға қойып, шынымен жауап беріңізші. Оқыңыз, ол тек қана басқалар тапсырып жатқасын ба, әлде сіздің ішіңізден шығатын белгілі бір арман, мақсат бар ма? Енді дәл осы ешкім айтпайтын сіздерге бір құпиямен бөліскім келеді. Бұл ақпаратты сізге ешкім айтпайды. Қазіргі кезде көптеген жоғары оқу орнына түсуге көмектесетін агенттіктер өздерінің инстаграмдарында мынандай посттар салуда. Яғни біздің дайындаған студент $100,000 қаржыландыратын стипендияны жеңді. Немесе біздің университетке, яғни біздің студент 100%-ық гарантты ие болды деген. Бірақ бұл қатты естілгенмен, әдемі естілгенмен, бұл айсбергтің шыңы ғана. Айсбергтің астында мынандай батпан құйрықтар жатыр. Ол қандай? Біріншісі, көп стипендиялар сізге $100,000 қаржыландыру бергенмен, ол тек қана оқудың ғана шығындарын жабады.
сіздің проживаниеңізге, страховкаңызге, әуе билеттеріңізге жаппайды. Одан бөлек сіздің визаға кететін шығындарды көтермейді. Сізге 100%-ық грант берген университет сізге 100% басқа шығындарыңызды да жабады деген сөзіміз. Сондықтан да бұл жерде болашақ стипендиясы мен сіздерге нақты артықшылығын айтқым келіп жатыр. Бұл әлемдегі ең жомарт стипендиялардың бірі. Және де бұл тек қана Қазақстан азаматтарына берілетін болғандықтан, Қазақстан азаматтары ретінде бұл біз үшін үлкен нығмет деп санайтын боламын. Және де осы кезде біз бірінші басымыздағы бір картинаны дұрыстап ара жігін ажыратып алайық. Болашақ стипендиясына тапсырудан бұрын сіз бірінші жоғарғы оқу орнына тапсырып, сол жақтан шақырту алуыңыз керек. Яғни жоғарғы оқу орнына түсуге жолы бөлек. Ол жаққа бірінші сіз сол жақтан университетке түсті деген шақырту алғаннан кейін, сол арқылы сіз болашаққа барып қаржыландыру сұрайсыз. Яғни бұл екі этап, екеуі екі бөлек. Бірақ та осы жерде магистратурадан бөлек басқа да болашақ бағдарламасының несі бар, жолдары бар тапсырудың. Біріншісі жаңа магистратураға оқу, бакалаврға оқу, және де тағылымдамадан өту. Егер сіз жұмыс жасайтын болсаңыз, өзіңіздің мамандығыңыз бойынша шетелдегі компанияға барып, 3 айдан 1 жылға дейінгі аралықта стажировкадан өтуге болады. Келесі бағдарлама ол бөлек. Осылардан ол 500 ғалым деген бағдарлама. Егер сіз ғылыми институтта белгілі бір университетте ғылыммен айналысатын ғылыми қызметкер болсаңыз, шетелге барып сол жақтың ғылыми базасында өзіңіздің ғылыми зерттеуіңізді сол жақта жалғастырсаңыз болады, сол жақта жазасаңыз болады. Яғни бұның әрқайсысы бөлек бағдарлама. Бірақ бүгін біз дәл бүгінгі видеода магистратураға түсу жайында айтатын боламыз. Жаңа айтқандай, біз магистратураға түсетін кезде бірінші жоғарғы оқу орнына түсеміз деп айтқан болатынмын. Ал егер сіз мамандықтардың ішіне кіретін болсаңыз, сіз жоғарғы оқу орнына түсуіңіздің қажеті жоқ. Сіз тікелей болашаққа тапсыра берсеңіз болады. Ол қандай мамандықтар? Біріншісі ол әрине дәрігерлер, одан кейін инженерлік техникалық мамандықтар, госоргандар істейтін қызметкерлер, және де ауылда тұратын ауыл жастары. Осы бағдарламаға, осы критерияға кіретін адамдар жоғарғы оқу орнына түспей, магистратураға, егер дипломдарыңыз және сіздің пенсионный накопленияларыңыз болсаңыз, сол болашаққа көрсету арқылы бірден болашаққа тапсырасыз. Тілдік деңгейіңізді көтеріп, Қазақстанда 6 ай, немесе Қазақстанда 9 ай деңгейіңізге байланысты, сосын міндетті түрде 3 ай шетелдегі тілдік курста өзінің тілдік деңгейіңізді жоғарылатасыз. Осыдан кейін барып оқу орнына тапсырасыз. Яғни бұл осы критерияға, осы мамандықтарға ғана берілген басымдылық. Енді 3 айда болашаққа тапсырудың пошаговый жоспары туралы айтып кетейік. Бірінші ай біз не істейміз? Бірінші ай біз жоғарғы оқу орнына, университетке түсеміз. Ол қалай жүреді? Біз өзіміздің мақсатымызға, өзіміздің жоспарымызға сай келетін елді, университеттерді анықтап аламыз. Бағдарламаларды анықтап аламыз. Мамандықты таңдап аламыз. Мамандықты таңдағаннан кейін біз соған қарай мотивационный письмо жазамыз. Мотивационный письмо деп отырғанымыз, ол сіздің осы оқу орнына неліктен түскіңіз келеді, неліктен оқығыңыз келеді, және де неліктен сол оқу орнын сізді таңдауы қажет. Сол сұрақтарға жауап беріп, өзіңіздің мотивацияңызды былайша айтқанда түсіндіресіз. Одан бөлек сізге 2 рекомендательный письмо керек. Біреуі сіздің ғылыми жетекшіңізден, екіншісі сіздің жұмыс берушіңізден. Солай сізге олар бір характеристика береді, неліктен осы студентті сіз өздеріңізге оқуға алуыңыз керек деген секілді. Одан бөлек сіздің резюмеңіз, резюмеде сіздің өмірбаяныңыз, қай жерде оқыдыңыз, қандай біліміңіз бар, қай жерде жұмыс жасадыңыз деген секілді. Соңында қажетті диплом және де сіздің IELTS-іңіз, транскриптіңіз керек болады. Осының барлығын 1 айда бітіруге болады. Келесі екінші айда университетке тапсырғаннан кейін сізге сол университетке 2 аптамен 1 айдың ішінде жауап келеді. Сіз оқуға түстіңіз немесе түспедіңіз деген. Біз оны offer деп атаймыз. Offer ол conditional offer болады, яғни unconditional offer болады. Ол не? Conditional offer деген ол белгілі бір шарт қояды сізге. Сол шартты орындасаңыз, сіз оқуға түсесіз. Ол қандай шарт болуы мүмкін? Мысалы, университеттің 4-ші курсында оқитын, бакалаврдың 4-ші курсында оқитын студенттерде диплом жоқ. Дипломды жіберсеңіз, сізге unconditional offer береді. Яғни дипломды жіберу бұл жердегі шарт. Немесе сіздің IELTS деңгейіңіз жеткіліксіз болуы мүмкін. Сіздің деңгейіңіз 6, оларға 6,5 керек. Яғни бұл сонда IELTS-ты қайттан тапсыруға сізге шарт қояды, сол кезде сізге unconditional offer береді. Сол offerді алып,
сіз болашаққа барасыз. Қасына мотивационный письмоңызды қосасыз, болашаққа қажетті өзіңіздің каст тестіңізді және де 0.72 формадағы анықтамаңызды, дипломыңызды қосып, болашаққа осылай бөлек тапсырасыз. Және де осы тапсырғаннан кейін сіз болашақтың этаптарын өтесіз. Ол бірінші этап ол комплекстік тестілеу. Сізді сандық және сапалық тестілеуден өтіп, психотесттен тапсырасыз да. Екінші этап сіз сұхбаттасудан өтесіз. Бұл өте ең маңызды этап. Сұхбаттасудан өтіп, өзіңіздің бүткіл мотивацияңызды дәлелдеп, сіз оларға өзіңіздің эксперттілігіңізді, өздеріңіздің осы мамандағы маман екендігіңізді көрсетесіз, дәлелдейсіз. Содан кейін осы болашақтың нәтижелерін күтесіз. Республиканский комиссия үшінші этапта сіздің құжаттарыңызды, сіздің кандидатураңызды зерттеп, қарап, саралап, сізге стипендия береміз бе, бермейміз бе, соған жауап беретін болады. Қазіргі кезде көп адамның арасында осындай стереотиптер бар. Ол қандай стереотип? Біріншіден, ол болашақты жеңу үшін депутаттың танысы болу керек. Сіздің белгілі бір шешкіңіз болу керек, ағаңыз болу керек. Немесе сіздің Q1, Q2 журналдарында жарияланған публикацияңыз болу керек. Сіз вундеркинд болу керексіз. Сіздің басыңыз қатты істеп, сіз сол саладағы өте мықты эксперт болу керексіз деп ойлайды көбісі. Және де тағы да көп адамның бір заблуждениесі, болашақ бағдарламасын жеңу үшін олар 5 жыл немесе 10 жыл жұмыс тәжірибесі болу керек деп те ойлайды. Бірақ бұның барлығы да сізге 100% гарантия бермейді болашақты жеңу арқылы. Болашақ бағдарламасын жеңу үшін тек қана мен келесі деп бөлісетін мына формуланы білсеңіз болғаны. Ол қандай формула? Ол бірінші, сіз Қазақстанда шешкіңіз келетін өзекті проблеманы дұрыстап анықтау керек болады. Локальный емес, бір Қазақстан бойынша шеше алатын өте өзекті проблема. Сосын осы проблеманы шешуге сізге университет қалай көмектеседі, соны обосновать ету керек. Сосын үшінші компонент, ол Қазақстанға келгеннен кейін, оқу бітіргеннен кейін осы проблемаңыздың шешу жолын пошагово әдемі көрсету керексіз. Яғни осы құрам бөліктері сіз әдемі анықтай алсаңыз, болашақ бағдарламасын жеңудегі ықтималдылығын жоғарылайды. Мысалы, маған Бақдәулет деген студент келді. КБТУ-да оққан. Енді осы болашақпен біз дайындалып, осы Бақдәулетпен дайындалып, біз 1 айдың ішінде болашақ бағдарламасын жеңдік. Өте тез жасадық, бүткіл процестері әрқайсы 2-3 күнде. Бақдәулеттің өзі өте еңбекқор жігіт, бүткіл айтқан тапсырмаларымды орындады. Бірақ ең алғашында онымен стратегиялық сессия жасап, разбор кезде біз мынандай қателіктерді анықтадық. Олда нақты мақсат жоқ. Оқуда, магистратура оқуда, просто жұрт қатарлы просто оқығысы келеді. Өз саласында тәжірибесі жоқ. Университетті неге таңдағанын дәлелдей алмайды, обосновать ете алмайды. Және де елге келгеннен кейін нақты не істейтіндігі жөнінде жоспары жоқ. Біз осы болашақпен, Бақдәулетпен бірге жұмыс жасау арқылы оның өмірін мен бағдарламасын, мамандығын, тәжірибесін полностью мен біліп алғаннан кейін біз мынандай стратегия құрдық. Ол қандай стратегия? Біз бірінші шешетін проблеманы анықтадық. Біздің шешетін проблема ол Алматыдағы көлік кептелісін азайту. Яғни өте өзекті проблема. Енді оның қалай азайтамыз, және оған қалай университет көмектеседі? Біріншісі, университеттің оған көмектесуі осы Бостонда осы саланың ең үздік профессоры жұмыс жасайды екен. Ол профессор әлемдегі үлкен қалалар, Токиода, Гонконгта осы көлік кептелісін азайтуға үлес қосқан профессор екен. Және де содан білім алып, содан тәжірибелер алып, Қазақстанда келгеннен кейін қалай шешеміз біз? Яғни жасанды интеллект арқылы камераларға қосылып, қай жерде кептеліс көп болып жатыр, қай кезде белгілі бір ситуация болып жатыр, басқа көшелерді қадағалау арқылы соны алгоритмдерді жасаймыз деген секілді. Яғни техникалық түрде біз жоспар құрдық. Қазір кезде мен сіздерге барлығын айтып өтпеймін, бірақ Бақдәулет екеуміз сонда стратегия құрдық. Этап-этапынан бүткілін. Нәтижесінде 1 айдың ішінде Бақдәулет осы болашақ бағдарламасын жеңімпазы атанып, қазіргі кезде болашақ бағдарламасымен Бостонда оқып жатыр. Қазіргі кезде нарықтағы жағдай қалдай? Қазіргі кезде жылдан жылға болашаққа тапсыратын үміткерлердің саны артып келуде. Және де әр поток сайын одан да артуда. Мысалы, кезінде егер үміткер 1 жыл тапсырса, потокқа егер өтпей қалса, келесі жылы ғана тапсыруға
мүмкіндік болатын еді. Ал қазір бірінші потокқа түспесеңіз 2-ге түспесеңіз 3-ге тапсыра бересіз. Әр поток сайын бәсекелестік арта береді. Осы жерде жаңа айтқандай жыл сайын қайталана беретін, мен осы үміткерлердің 90% жіберетін осы 3 қателікті айтқым келіп отыр. Ол өте мықты, ең жиі тараған қателік. Тіпті адамдар өздерін сезбейді. Осы қателікті жіберіп жатқан міндетті мұқият тыңдаңыздар. Бірінші қателік ол мамандығын дұрыс таңдамайды. Көбісі таңдайтын мамандықтары Қазақстанда оқытылатын мамандық немесе өзектілігі жоқ мамандық. Мысалға келтірейін, маған келеді, дәрігерлер келеді, мен Public Health'ты оқығым келеді дейді. Public Health Қазақстанда оқытады, бакалаврда бар, қоғамдық денсаулық сақтау магистратурасы да бар. Сондықтан оны оқу Қазақстан үшін өзекті емес. Және де ағылшын мұғалімдері келеді, TESOL-ды оқимын дейді. Кешірім сұраймын, TESOL қазіргі кезде Қазақстан үшін ешқандай өзекті емес. Сондықтан бірінші кезеңде мамандықты анықтау өте маңызды. Екіншісі, қазіргі кезде ешкім мотивацион письмосына дұрыс мән бермейді. Жай жасанды интеллектпен GPT-мен жазып бере салады. Оның ішінде сіздің мақсаттарыңыз, сіздің жоспарларыңыз, проблемаңыздың өзектілігі ашылмайды. Көп сұрақтар осы мотивацион письмода қойылады, ертең сұхбаттасуда. Мотивацион письмода вада көп барлығында. Пошагово ешкім ештеңе түсіндірмеген. Мен оқып қарасам, мүлдем өтетін кандидат ретінде қарастырмаймын. Мотивацион письмода сіз өзіңіздің мақсатыңызды, мотивацияңызды дұрыс көрсетпесеңіз, ертең сұхбаттасуда көп уақыт сізді раскрывать етумен кетеді. Бірден экспертный сұрақтардың қойылуы аз. Үшінші қателік, бұл енді өте топ қателік, бұны тіпті көп агенттіктер айта бермейді. Мен тіке жұмыс жасаған кезде бірден осыны айтамын. Егер сіз болашақ бағдарламасын жеңгіңіз келсе, сіз найзабек ретінде емес, жұмыскер ретінде емес, ғалым ретінде емес, министр деңгейінде, республикалық деңгейде ойлана алуыңыз қажет. Ойлап қараңызшы, сіз бірінші этаптан өттіңіз, екінші этаптан өттіңіз. Үшінші этапта республикалық комиссия жиналады да, сіздің кандидатураңызды бағалайды. Қазақстан деңгейінде мына кандидат, мына баланың шешкісі келетін проблема өзекті ме? Себебі ол адамдар Қазақстан бойынша бүткіл картинаны толық көріп отыр. Барлық әр регионда не болып отқанын біледі. Министр келеді, эксперттер келеді, советниктер келеді. Яғни олар айтады, мынау бала шеше алады екен, мына компетентный бала деген секілді. Яғни алдын ала министрдің деңгейінде ойланып, соның деңгейіндегі проблеманы, соның деңгейіндегі мамандықты таңдасаңыз, сіз болашақ бағдарламасын жеңудегі ықтималдылығыңызды жоғарылатасыз. Сіз қарапайым адам болмайсыз. Яғни өзіңізді сол министрдің деңгейіне қойыңызшы. Қазіргі министр кім? Саясат Нұрбек па? Мысалы, жоғарғы оқу орны министрі. Сол Саясат Нұрбектің орнына қойып көріңізші өзіңізді. Мен қандай жағдайда стипендияны мына жігітке беретін едім деген сұраққа жауап беріңіз. Яғни де осының нәтижесінде жаңа осы қателіктерді жіберіп жыл сайын бір жылын бостан-бос құртады студент, үміткер. Ол қайтадан тапсыру керек болады, ол қайтадан шығындары керек, қосымша IELTS-та қайтадан тапсыру болуы мүмкін, application қайтадан фиді төлеу керек мүмкін, диффералды алу үшін кейбір университеттер ақша сұрайды, қайтадан справкалар алу керек болады. Бұның барлығы сіздерге қосымша жоспарланбаған шығындар алып келеді. Енді болашақ бағдарламасына осы жерде біз неліктен тапсыру қажетпіз? Болашақ бағдарламасы әлемдегі жаңа айтқандай, басында айтқандай өте жомарт стипендия. Стипендиясы ең көп стипендия, барлық шығындарды көтереді. Жылына 2 рет сіздерге $500 оқу құралдарының кететін шығындарды береді. Сіз оны кітап алуға береді, сіз кітап алмасаңыз да болады, себебі қазірге көп материалдар онлайн. Және де болашақ стипендиясы отбасылы адамдарға ең керекті стипендия. Неліктен? Себебі болашақ стипендиясы арқылы, яғни ақшаның кейбір бөлігі стипендия сіздің отбасыңызға да қалдыру мүмкін, жетуі мүмкін, яғни ол сіздің тұратын еліңізге, қалаңызға байланысты, енді әрине. Және де болашақ бағдарламасын сіз оқуға баратсаңыз, сіздің отбасы мүшелеріңізге Америка Құрама Штаттары, немесе Европа или Ұлыбритания визаны оп-оңай береді. Себебі басқа стипендиялар, мысалы университеттің жеке өзінің стипендиясы болса, ол ершіліктегі адамдар ойлайды, сіз стипендиядан магистратурадан кейін
иммиграция жасап сол елде қалып қояды деп. Сосын сіздің отбасыңызға стипендия бермей қалуы мүмкін. Ал болашақ бағдарламасы ол мемлекеттік стипендия болғандықтан, ол сізге елге қайтып келуіңізді міндеттейтіндіктен, сіздің отбасыңыз түк қиналмай сізбен бірге магистратураға, бірге шетелге, бірге тұруға, жұмыс істеуге бара алады. Және де болашақ бағдарламасын көп адам таңдайтын себебі, болашақ бағдарламасымен оқи отыра қосымша жұмыс жасауға болады шетелде. Яғни сіз сол арқылы өзіңіз шығындарыңызға жауап қана қоймай, Қазақстанға белгілі бір капиталмен де келе аласыз. Қорытындылай келем, бүгінгі видеода мен сіздерге көптеген ақпараттар бердім деп ойлаймын. Қандай құжаттарды жинау керек, болашаққа қалай тапсырамыз, және де оны қалай жеңеміз. Нақты лайфхактар, құнды кеңестер беру арқылы сіздің өзіңізге деген сенімділігіңізді арттыра алдым деп ойлаймын. Ең бірінші кезекте сіз сене алуыңыз керек болашақ бағдарламасын жеңе алатындығыңызға. Бірақ та мен сіздерге барынша пайдалы болғым келеді. Бұл видео форматы, ол жеткіліксіз сізге көмектесуге, индивидуальный сізге подход жасауға. Сондықтан да мен сіздерді өзімнің жеке менімен болатын стратегиялық сессияма шақырамын. Ол стратегиялық сессия қалай болады? Ол 45 минутқа созылады. Google Meet'те кездесеміз. Google Meet'те кездесудің алдында мен сізге анкета жіберемін. Сол анкетаны толтыру арқылы сессия басталғанға шейін мен сіз туралы ақпараттанамын. Сіздің жетістігіңізді, сіздің публикацияларыңыз, сіздің оқу орныңыз, мамандығыңыз барлығын біліп алып, 45 минутты біз барынша продуктивті өткіземіз. Осы сессияда сіз қандай сұрақтарға жауап аласыз? Біріншіден, қандай мамандықты таңдау қажет? Қазақстанда қандай проблеманы шешуге тырысамыз, қалай шешеміз, және де қандай университетті, қандай оқу орнын, қандай елді таңдаймыз. Және осы сұрақтарға жауап береміз, және де сессияның соңында, нәтижесінде сіздің четкий планыңыз болады, точка аңыз нақты анықталған, өзіңіздің стратегияңыз құралған нақты кандидат болып аяқтаймыз. Және де сол Google Meet'те болатын презентацияның записін сізге мен қайтадан өзіңізге жіберіп қоямын. Соңында қайтадан осы записті қарау арқылы есіме қалған, ұмытып қалған ақпараттарды қайтадан қарап аласыз. Бұл стратегиялық сессияның бағасы сізбен біздің арамызда болатын 20 мың теңге болған осы күнге дейін. Бірақ егер сіз бүгін төлем жасайтын болсаңыз, сізге 4900 теңгеге беретін боламын. Бұл сізге барынша пайдалы болуға мен қойған тек қана символичный бағам. Қаншама құнды ақпараттар, қаншама кеңестер, соның барлығын сіз 4900 теңгеге аласыз. Бірақ та сізді тағы да қуантқым келіп тұр. Егер сіз төлемді тезірек жасасаңыз, алғашқы мен 50 адамға Қазақстанда жоғарғы оқу орындары оқытпайтын, бірақ болашақ бағдарламасы қаржыландыратын мамандықтардың тізімін жіберемін. Сондықтан да үлгеріп қалыңыз. Мен сізді стратегиялық сессияда күтемін.